Жұлдыз болған қандай қиын, бір сәтте тыныштық бермейді ғой шіркін. Көзіңді тырналап ашып, төсегінен енді тұрып жатсаң да, шарқ-шұрқ етіп суретке түсіріп, мазаңды алады. Амал жоқ, мәдениеттілік көрсетіп, міне бұлай күлуге тура келеді. Рас, кейде шыдамым таусылып төзімім жетпей кетеді. Ондай кезде фанаттарымның саусағын қыршып-қыршып тістеп алам. Дегенмен тумысымнан ақ көңіл жаман ғой. Ашуым басылған соң, жангерлерімнің өтінішін орындап, домбыра тартып беріп, бір марқайтып тастаймын. Жалпы мақтанып кетті деп ойламаңыз. Бұл өнерде Дина Нұрпейісоваға жетпесем де, Асылбек Еңсеповті шаң қаптырам. Қара жорғадан да алдыма жан салмайым. Вот, знакомлюсь с международной обстановкой. Халықаралық жағдайда не пайда? Мультфильм іздеп отырмын, әке. Бірақ осы біздің арналарға не болған? Көрсететіндері кіл сериал. Тек бұларды не істесем екен? Министрге жоқ, тура мемлекет басшысына хат жазам. Қазақша мультфильмдерді көбейтуді талап етем. Қой, саясатта іштері пысып не істерін білмей отырған депутаттарға қалдырайын да кешкі асымды ішейін. Әрине, батырларша бір қойды түгімен жұтпасам да, нағыз қазақ болғандықтан бір жілікке шамам жетеді. Ал шөп шаламдарың жұғымда болмайды, қашы да ұнамайды. Сондықтан да оны аузыма күштеп салмаққа тырысқандарды бұлай қорқытып қоям. Шошты ғой қорқытады ғой. Қалай қорқытады? Қарын тойды. Енді ойнауға кіріселік. Мұнау менің личный қара сәйгүлігім, ал мұнау қалталы кенгуруым, әппақ қонжығым да бар, жеке жаттықтырушым да осында. Ал футбол десе шкенясын жерге қоятын қазақтың бірімін. Мақтанған емес, бірақ әлемнің ең мықты қақпашысы Реал Мадридтегі Касильяс та маған жете алмас. Сенбесеңіз өзіңіз қараңыз. Ойнап Стадың ба? Сәні? Ең жалқау баланың өзі күніне 2 шақырым жүреді дегенді интернеттен көзім шалып қалып еді. Құдай білет, менікі 20 шақырымға жетіп қалады. Сондықтан ұйықтар алдында хауызға бір сүңгіп алған жөн. Осындайда кімнің кім екені көрініп қалады. Әкемді қараңыздаршы. Дегенмен ауылдың қара баласы ғой, үндістерге де келеді. Ал менің астаналық екенім бірден ақ көрініп тұр. Айсана ма? Айсана мне. Әке шанда? Вытащи фотографияны. Ну-ка. Ну-ка. Айсана ма? Айсана? Әке жолын қудың ба, ата жолын қудың ба, бұл дүниеге келген соң сұрауы бар судың да. Осылай көзді ашып жұмғанша бақытқа толы бір жылым артта қалыпты. Қазақтың қақ төрінде, ел ордасында дүркіретіп тойымды атқарып жатырмын. Бұл үшін ата әжеме, әке шешеме мың рахмет. Қане, қошемет көрсетіп, осы кісілерге бір қол соғып жіберіңіздерші. Ал менің бір күндік жұмысым жайлы түсірілген қысқаша бейнебаян осымен аяқталады. Тамашалағандарыңызға алғысым шексіз. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше деймін. Чау!